Сәлем балақай, бүгін бізде қоршаған ортамен танысу сабағы. Сабақтың тақырыбы қазақ халқының қолөнері. Балақай, суретке назар аудар. Сен ою-өрнек түрлерін білесің бе? Осы ою-өрнектермен қандай заттарды безендіруге болады? Мысалы, қошқар мүйіз, тарақ, гүл, ботагөз, қаз мойын, қос қанаты, түйетабан, көбелек. Балақай, осы ою-өрнек атаулары малдың, құстардың, аңдардың дене мүшелеріне байланысты аталған екен. Қазақ халқы ою-өрнектерді қою, ашық, анық түстерді пайдалану арқылы бейнелеген екен. Қазақтың ою-өрнегі тұрмыстық бұйымдар мен киімдерді нақыштап безендіруге қолданған. Яғни балалар, біздің бұрынғы қазақ халқының салтында сандық, текемет, көрпеге әдемі ою-өрнектерді бейнелеу арқылы әсемдеп отырған екен. Және де қазақ халқының ұлттық киімдеріне ою бейнелерін жабыстырған. Және де сәукеле, ұлттық киімдер, шапан барлығында біздің қазақ халқының ою-өрнегін байқауға болады. Енді балалар, суретке назар аударайық. Суретте киіз үй жабдықтарын ата, артығынсыз себебін түсіндір. Балалар, біздер қазақтың киіз үйі туралы білеміз ғой. Қазақтың киіз үйі киізден, ағаштан жасалған екен. Жарайсыңдар балақайлар, енді барлығымыз сергіту жаттығуын жасап алайық. Қолға қалам алайық, дәптерімізді ашайық, әдемі етіп жазайық, салақтықтан қашайық. Жарайсыңдар балақайлар. Енді біздерге тағы да тапсырма берілген. Киіз үй бөліктерін атап, суретті аяқта, яғни бұл ағаш үйдің бейнесі. Ол суретті әрі қарай аяқтау сіздерге тапсырылады. Келесі тапсырма: сөздерді жалғастырып тауып, дәптерімізге жазамыз. Бұл жерде суреттерге қарап жасаймыз. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.